Жаслар ТВ телеканалында бізді тамаша етіп отырған барша замандастарымызға ассаламу алейкум дейміз. Азиздер, кешіңіз қайырлы болсын. Міне, расын айтқанда тамасындағы көрсетуіміздің бүгін нәубеттегі саны эфирде. Әлбетте бүгінгі қаһарманымыз бен болған саубетімізде сізге мақұл болады деген үміттеміз. Солай екен, көрсетуіміз мейманы менен жақыннан таныстырып өтсем, сіз бізге жақсы таныс, хош ауаз қосқышымыз Бақтияр Жұматаев, студиямыз мейманым. Хош келіпсіз дейміз. Ассаламу алейкум, болған. Ассаламу алейкум, біздерді естіп тұрған, көріп тұрған барша ықыласпеншілер, халқымыз. Сізді көпшілікке таныстырып отыруымыздың қажеті жоқ, жақсы таниды, қосықларыңыз арқылы. Бүгінгі күнде сол бір хауижге алып істеніп отырған жұмыстарыңыз хақында айтып өтсеңіз, нелерменен бәлсіз? Расын айтқанда, енді неше айлардан бері бір тарихи бір клип істеу ойымда бар. Өздеріміздің сол бабамыз әзір сыр болып тұрсын, бірақ сөзі дерлі тайым болды. Сақып Жамал Сырғабаева қарындасымыз тәріпінен намасы өзіміздің бағдан. Сол қосықты әзір дерлі аранжировкасы да басланып атыпты. Құдырат медиа студиясы Құдырат Атажановпенен тез-тезден көрсіп, орыларды сайлап. Демек, клибам алып атырсыз? Клибам бабамау деген қосық. Сол қазір басланып атыпты да. Хабарымыз бар, сол Зиуар фильмінде образ жаратқаныңыздан. Қаһарманыңыздан тәсірлендіңіз бе, екеуміз ұлма байланыс жоқ па? Мен негізі Зиуар фильмінен алдың ойымда неше жылдардан бері бір кеатырған арман десеман болады, арзу десеман болады, сол ойымда кеатырған пікірлер еді. Сізді хит дәрежесіне көтерген қосығыңыз бұл сұлуымау қосығы. Қосық сөзі Абадан Тұрдыматова тарапынан жазылған, намасы сол өзіміздің қошауаз достымыз Бахадыр Азымбетов. Бір йошылы жігіт, соған бір тексті бергенмен сөзім йош келіп атырған кезінде бір көріп бер қазіргі уақыттағы бір дерлі актуал тема. Суретке түсу қыздарымыздың содан келіп шығып. Көбірек диққатты тартатұғыныз ол клипте түсірілген объектілер. Кімнің пікірі еді? Бұл клиптегі объектілер бұл Москва қаласында жасаушы жерлестеріміздің Наурыз байрамына барғанбыз. Сол жерде Юсіп інімізбенен біргелікте барып, сол жерде пайттан пайдаланып клипті алып келгенбіз. Сізбенен біргелікте ойнаған қыз. Кеуіліңіз толған ба оның әрекетлігіне? Көпшілік сезді, көпшілік сезбеді. Ол қыз бірақ Нүкіс қаласында алынған, ол қыздың съемкілері. Енді мен кеуілім толған, толмаған туралы еш нәрсе демей қояйын, бірақ сол Хампро студиясының жаңа жоғарыда айтқан уәкілі Юсіп ініміздің өзі түсіріп, ресторанда алып, соның өзі монтажлап жайғастырған. Хақиқаттан да сезілерлі дәрежеде парқ жоқ. Хақиқатында сізбенен Москвада жүргендей болып түскен ол қыз. Қайыл қалуымыз керек. Сырларды бүгін арасын айту керек енді. Талантына қайыл қалуымыз керек. Қара шашың қайрылып, басқалардан айрылып, жүрек бауырым қан қылып, күліп отыр сұлуым, сұлуым ау сұлуым, бұнша сұлу күлуің, күліп түспе суретке, қиын болар көруің. Daradur, bizde dərke saladı, işim janıp banadı. Küle verme suluğum, küle verme suluğum, küle verme suluğum, suluğum ау suluğum, suluğum ау suluğum. Және бір қосығыңызға алынған клип, бұл жақын келген клипі. Сарбыназ қосықтың ортасында Сарбыназ Аннақұлованың хаужар айтуы пікірі кімнен шыққан? Қосықтың ішінде қосық. Өзімнен. Ер жігіттің бір 90%, керек болса 95%-ында бір балалық мұхаббат болады да. Балалық. Ол бір пәк. Ол да бір ешқандай басқаша ой жоқ та, тек балалықтан бір кеуілінен бір ұнатады, мәселен, дейік, я болмаса жақсы көріп жүреді. Сондай балалық мұхаббатты біз сәулелендірмекші болдық. Оның қазарсыз да ол ешкімге зияны жоқ мұхаббат. Сондайда енді ол біреулер айтады,
үлкен жігіт түсіру керек еді дейді. Біреулер айтады, енді ол жылап, ондай. Енді мен айтпақшы болған нәрсе, ол оның жаманлығы жоқ қызға да. Ішлей жақсы көріп жүреді, қызғанады. Мәселен, сол 7 күн давамында алғанбыз сол клипті. Айбек Төреев өзі режиссерлік қылған, һәм Star Media студиясының жігітлерімен біргелікте түсірдік. 7 күн давамында түсірдік, һәм сол және бір айтып өтетін жері, балаға су сеуетін сахнасы бар да. Сол күні соны сұрамақшы едім. сол күн қаттыға суық. Біздерде анау Тарслақ Елаты бұрынғы Орақбағыда бір неміс бар еді. Баспа краны бар, үйіміз бар еді, қолай жер. Бұрыннан өзім ойлап жүрген сценарий еді. Сол жерге барсақ, ол жердің баспа кранын жауып тастаған да. Біз сонан Нүкіс районға барып, сол жерден бір баспа кран тауып, сол жерде түсірдік та, һәм 4 дубльге де көлеміз толмаған. Енді біз ана бала тоңып қалатыпты, одан қаса басқа киімі жоқ. Соның үшін 4 дубльмен шекленгенбіз. Ол ойнаған баланың ауқалы не болды? Ауқалы жақсы, көрісіп тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз. Сол бір қызға жүдә жаққым келген, баққан сайын баққым келген. Таза бағдан дізіп гауһар маржанларды, оның аппақ ақ мойнына таққым келген. Нені татлы қияларға дөнер едім, екеткізбей айтқанына көнер едім. Егерде ол болмағанда бұл дүнияда, мен қашанап түтіп пысқып сөнер едім. Қызғыш кебе қонып тұрып жүргім келген, тек сол қыз деп ой сүргім келген. Қайткенде де оның нәзік жүрегіне менің дым кіргім келген. Қызғыш кебе қонып тұрып жүргім келген, тек сол қыз деп ой сүргім келген. Қайткенде де оның нәзік жүрегіне менің дым кіргім келген. Сылдыр қамысқа сырған түсті ау жан, сырласпаған жат жерге шедін түсті ау жан, сырласпаған жат жерге шедін түсті ау жан. Қонып тұрып жүргім келген, тек сол қыз деп ой сүргім келген. Қайткенде де оның нәзік жүрегіне менің дым кіргім келген. Үміт ет қосыңызды да көргенбіз біз, бұл клипіменен. Давамы бар деген сөздер де бар ақырында, давамы қайсы қосық болды? Сол бір вақытлары бір давамлы 2 клип алынған із-ізінен. Біріншісі Аядай кеулің табар мекенмен. Сол бір майыплығы бар жігіт бір қызменен социал тармақта танысып, екеуі ұшыраспайды. Сөйлесіп жүреді, тек бала ұшыраса алмайды. Екіншісінде қыз соның майып екенін біліп қалады. Бала ұстаханадан телевизорға шығып, һәм соның давамын істейміз дегенде бір танипс болып қалды рас. Бізде давамы бар еді, негізі қосықты тайын тұрып еді сленіп. Сонымен танипс болып қалды көп. Енді азыр ара расын айтқанда сәл суын қырады бәрі. Бұл қашан алынған клип еді? Бұл алжаспасам 2013 жыллары алжаспасам. Арадан 6 жыл өткен. Давамы бар деп, оның давамын ісілемей, ықласпентлеріңізді алдаған сияқты болып атырған жақсыз ба? Ой, енді айыплыман, бірақ азымыз айрым жағдайлармен һәм
дүрөтүүчүлүктө эмнеде таанипсиз болуп калып да. Дүрөтүүчүлүгүңүздө таанипсиз деп айта алмайм. Себеби ондан кийин клиптер чыккан. Ооба. Клиплер жакын келген болду ondan keyingi. Takdirge өкпелеп, унан түңілме, бар болсын улуглар, кадырданларың. Шекелеп қараңғы, түнге үңілме, еле ықбал бақтың, жанады достым. Еле ықбал бақтың, жанады достым. Лахи күшігер тасын бойыңда, тақтыңнан түспегін жойтпағын санын. Ең бақытлы күнің тұрсын ядыңда, сен дейіп еле таң атады достым. Ең бақытлы күнің тұрсын ядыңда, сен дейіп еле таң атады достым. Еле ықбал бақтың жанады достым. Капа болмайсыз, және бір сіздің сол дүрөтүүчүлүгүңүздө көбүрөөк сын пикирлерди келтирип атырган косуңуз бул танго косуңуз. Танго, соны айтпакчы билдим. Өзүңүз да эсткенсиз. Ооба. Бир күнү телефондон коңгуроо келди, телефонуна. Алды Бактияр, ықласментиңизбен бір ағай енді даусынан үлкен адамға ұқсады. Құлласы сәлемлесіп, хал жағдай сорасып болғаннан кейін біраз мақтап алды, қосықларың жақсы, мен қосығыма дейірлі айрықша тоқтады. Бір уақытта жаңа айтқандай темпоритм күшейіп барды. Сәл ашуланыңқырап, енді Ыбырайым аға қосығы елі Ұлманбет аға естетіңізді естес, бәрібір ол шығармаңыз керек еді. Сізге текст сөзі қаяқтан келіп қалды? Бұл бір айтуларына қарағанда ұстазлардың Ыбырайым Юсуповтың бір хәзілес былайынша жазылған қосығы ұқсайды. Енді бұл текст қаяқтан келіп қалды дегеніміз қате, себебі көпшілікте хәзілесіп жазылса да тілден тілге тарқалған. Өзі 3 куплет. Ыбырайым Юсуповтың қосықларының дерлі ықласментімен негізі баста бір өздеріміз үшін, мен бір намаз өреткенмен өздеріміз үшін отырыспақларда, бір жігітлермен өздеріміз отырғанда айтып жүрдік баста. Бір күнлер Ұлманбет ағадан өзім сорадым. Айтпастан бұрын ба, болғаннан кейін бе? Айтпастан бұрын. Рұқсат берді, айта беруге болады. Арманлыға арман көп, тамсанғандай түсімде, ол кім екен Ұлманбет, қара көйлек ішінде. Арманлыға арман көп, тамсанғандай түсімде, ол кім екен Ұлманбет, қара көйлек ішінде. Жаңалықтар менен сізді құттықтап қоямыз. Жақында ұлы перзентлі болдыңыз. Бұнан алдын 2 қызыңыз бар. Социалдық тармақтарда сіз ақында таярланған көрсетулердің бірін тамаша қылғанымда, бүгін мейманымыз болады дегеннен соң, қызларыма һәр күні ертегі айтып беремен деген. Дерлі. Дедіңіз. Босадым дегенше, сол ертегі айтып беруге әрекет еттім. Бір кездер һәр күні. Қызларыңыз неше жаста қазір? Үлкені 7 жасар, кішкентайы 3,5 жасар. Сулайман қойылды аты. Сулайман деп. Өмір жасы ұзақ болсын дейміз. Перзентлі болу бұл дүниедағы үлкен бақыт әрбір инсан үшін. Біз өзбек эстрадасы болсын, қарақалпақ эстрадасы болсын, сол қосықшылар арасында перзентіне арнап айтылған қосықлар да болады. Лекін сізде еш күзетпейміз. Қазір 3 перзентіңіз бар. Мен арасы өзі социал тармақтарда да, интервьюлардың уақытында да расын айтқанда айтуды мақұл көрмейді. Расын айтқанда. Және бір сіз ақында қызықтыратығын сұрау, сіз негізінде өзіңіз актерлық бойынша оқығансыз. 12 жылдан бері лекін педагог болып жұмыс істеп атырсыз. Келешекте Бақтияр Жұматаев ұстаздан актерға айлану мүмкін бе? Менің азели арман. Енді бір недер болды, бұл тағдыр екен да енді. Театр институтына кіріп бара тұрғанда есігінен
абитуриент болып студент болып бірінші қадам қойғанда бұл театр институты, мен қосықшы болуға келдім, қосықшы боламын, актер болмаймын бәрібір деп кірдім да. Сол жерде 5 жыл давамында оқып шығып келатырып, мен актер боламын, қосықшы болмаймын деп шықтым да. Сондай дәрежеде мехр қойдым, сондай дәрежеде бір жақсы көрдім, жақсы оқыдым, сабақтанамын, растанамын. Бірақ енді келіп сол мұғалім болып кетті, жолым қосық айтылып кетті, бірақ актершілік болмай қалды. Енді көп нәрселерді дерлі жай-жайына әзір қойылды десек болады, Құдайға шүкір. Енді әзір сөйлесулер жүргізіліп жатыпты режиссерлармен, театр администрациясымен. Егер бізге қолай штат болса, болмаса бізге қолай не болса, мен жан деп барып рөл ойнауға даярмын. Мұғалімнен айлануыңыз мүмкін актер. Dostlarım var aramızga kılsıymaz Mudamlanmay deydi hiç vaktim değmez Her dem көрсе де дидарға тоймас Тату қарым қатынасқандай ажайып Her dem көрсе де дидарға тоймас Тату қарым қатынасқандай ажайып Тату қарым қатынасқандай ажайып Ой, не болып қалды, амалық ба? Мен саған айттым, жер жай алайық деп. Гәп жоқ. Не? Көпшілік меймандарымыз бұл сұрауға жауап беруге қиналады. Меніңше сіз қиналмасаңыз керек, себебі қайқатында міне ұстазлық қылып кетірсіз. 12 жыл бұл қысқа уақыт емес, жетерлі уақыт. Бүгінгі күндегі эстрадамызға қандай пікір білдіресіз? Бір нәрсе деу қиын, бірақ растанамда, себебі қазір жанып істеп жатырғандар бар, қошауғазлар бар. Таналған айту керек, артымызға қарасақ үлкен дүбір бар. Үлкен шаңғытылар театрды дүбірлер қарасын айту керек. Мәселен, той продакшнның балалар, әмес талантлы. Қаншадан қанша сол өздерімізде оқып кеткен шәкіртлеріміз бар. Әмес талантлы. Мен әттегі айырымларының ықыласпентімен күні түні машинымда естемейін. Расында телефонымда бар. Мәселен, күні түні тыным білмей дөретушілікпен шұғыланып жатқан инсандар бар. Мәселен, сіз өзіңіз білесіз, мақсат өте бар. Керек болса Дубай, керек болса Ташкент қалаларына барып, клиптер алып атыпты. Сөйлесіп тұрамыз ұстазбенен. Бір күн Ташкентте студияда, Инстаграм арқалы да, бір күн тағы бір жақта. Бірінші Мақсат аға болса, екінші Бахадыр тынбайды, Байрам тынбайды. Расында дөретушілігі жақсы. Һәм кейінгі уақытлары әсіресе көп мен өзіне де айрықша айтып жатырмын. Бүгін және бір айтуым керек, Саламат Қалибеков достымыз. Жақсы қосықлар шығып жатыр, тынып жатқан жоқ, клиптер істеп жатыпты. Бір қосық жазайын мен, дәрті бар дәртіне тапсын дауасын. Әзелден айтылған дүния бір кем, бақтын ізлегеннің бақты тауылсын. Әзелден айтылған дүния бір кем, бақтын ізлегенің бақты тауылсын. Бүгінгі күнде дубляжда көрінбейсіз. Сізге талап болмай жатыр ма, яки қолыңыз тимей жатыр ма? Сол сай рөллерге айтылып еді, бірақ мен уақытым болмай барамадым, расында. Кешірім сұрап қойман. Бірақ сол дубляж өнері һәм қиын, һәм өзінің алдына қызықты. Оны қосықшылық бойынан, актершілік бойынан қияслап болмайды. Өз алдына бір тарау. Өз алдына бір тарауда. Енді уақыт тауып, кеше жақында бір 2 киноға түстіп, және шақырса бар емес. Бүгінгі күнде келешегінен үміт күттіретуғындай қандай шәкіртлеріңіз бар? 12 жылдан берлі сол талантлы балаларымызға тәлім-тәрбие беріп кетірсіз. Дастан Баймұрзаев, Жамиле спектакліне кіргенсіз. Дастанды мен өзім 2 жыл
баста 2 жыл менде оқыған дастан. Кейін және Расул деген бала бар. Көптеп балаларды оқыттым. Бірақ енді өзі ұстаз дейді, мен шәкірт деуге таямын, бірақ мақсаттаған сөзі бар еді ұстазымыздың. Еш уақытта мынау мен ұстазым демесе, ұстаздың ақысы жоқ, мынау мен шәкіртім деп айта беруге дейді. Сол айтқанда енді көптеп жастар бар енді. Және бір сын пікір келген сізге, қапа болмайсыз, оқып естіремін. Бақтияр Жұматаев кейінгі уақытта дым толысып барады. Сахна үшін өзін сақлау керек емес пе делінген. Дұрыс, жасы мініп атады, расы. Шаққым келгеннің клипінің уақытындағынан қылам қайтып кетір. Салмағым қайтып кетір. Диета, көбінесе диета, бірақ жүзу спортына мен барамын. Көп уақыттардан бері сол жүзу спортымен шұғылданамын. Сау болың дейміз. Әлбетте сізбенен сағатлап сәубетлесуіміз мүмкін. Себебі хақиқаттан да дүрітушілігіңіз бай. Әлбетте сізге дүрітушілік жұмысларыңызда біріншіден табыстар тілеп қаламыз. Һәм екіншіден бүгінгі уақыт ажыратып студиямызға мейман болғаныңыз үшін миннетташылығымызды білдіріп қаламыз. Сырттан қарағанның аңсары ауыр, бізге әуес етер таңнан қағып, достық деген сөзді маңлайға тағып, жайнап жастап жүрген қандай ажайып. Достық деген сөзді маңлайға тағып, жайнап жастап жүрген қандай ажайып. Достар менен өмір сондай ажайып. Acayip. Armanlarınız uğurlandı ne? Қадірлі достар, міне бүгінгі көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетті. Солай екен, біз сіздерменен қоштасамыз. Әлбетте бүгінгі саубетімізде сізге мақұл болды деген үміттеміз. Соны да айтып өтуіміз керек, көрсетуіміздің келесі мейманы кім болуын қалайсыз? Пікір ұсыныстарыңыз болса, мархамат дейміз. 391-1004 Telegram тармағымыз бойлап жолауды давам етсеңіз болады. Әлбетте, жақындарыңызды, атыраттағыларды һәм уақытта жақсы сөздерменен қарсы алың деген болар едік. Себебі халқымызда жақсы сөз жан азығы деген гәп бар. Жақсы тілектерімізбенен және эфирде көріскенше саламат болың.